Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Жақсы балалар. Бүгінгі сабаққа көңіл күйің қандай? Жақсы. Мінекей осындай тамаша көңіл күймен ендеше сабағымызды мынадай жақсы сөз жүрекке дәрі демекші, жақсы сөзбенен бастайық. Тан барлығымыз бірге айтайық. Жақсы сөз айтсаң жүрекке тиер пайдасы, жұлдыз жанның шырағы, ізгіліктің айнасы. Тамаша балалар. Енді сабағымызды мына сурет арқылы бастайық. Қараңдаршы балалар, не көріп тұрсыздар? Не көріп тұрмыз суреттен? Айта ғой, Азамат. Bir baba ağaç üstünde, bir baba ağaç yiyip жатыр. Жақсы. Аярлы, мына суреттен не көріп тұрмыз? Қыздың гүлдерге су құйып тұрғаны, баланың сабақ оқып жатқан және бір баланың ағаш сындырып жатқаны және мысыққа қиянат жасап жатқаны. Жақсы. Алдияр, келесі суреттен не көріп тұрмыз? Баланың беті болып жуып жатқан және Екінші сурет? баланың Қандай болып тұр балалар? күні қашалық болып үйде шашып кеткен. Кір, қожалақ және үйі шашылып жатыр. Жақсы балалар. Ал енді балалар, осы жердегі адамдардың бойындағы жақсы және жаман қасиеттерін көріп тұрмыз, иә? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болмақ? Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Жақсы, өте дұрыс айтасыңдар. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен балалар. Бүгінгі біздің сабаққа қол жеткізетін мақсатымыз, яғни сіздер оқылым, тыңдалым материалдарының мазмұнын түсіну керексіздер және негізгі ақпаратты, мәліметті сақтай отырып, жинақы мәтін жазу керексіздер. Сонымен қатар сан есімнің мағыналы екендерін ажыратып, сан есімдерді зат есімдердің орнына қолдана білу керексіздер. Жақсы, ендеше барлығымыз кітабымыздың 106 бетін ашайық. Тақырып бізде, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Осы жерде бізге мәтін берілген. Мәтінді кәмеке дауыстап айтсаны оқып қойып. Шылым шегіп әдеттенген балаға ешбір сөз әсер етпей қойған. Бірде әкесі оның қиялына әсер етуді ойлайды. Ол баласына мынандай әңгіме айтады. Кәрі патшаның патшалыққа мұрагер болатын жалғыз ғана ұлы болыпты. Өзі дәл сен сияқты кішкентай бала екен. Өзі жақсы бала екен. Еш уақытта өкпелемейді, ерте жатады. Үстелдегі нәрселерге тимейді екен. Өзі ақылды болыпты. Оның бір ғана кемшілігі бар. Шылым шегеді екен. Патшаның баласы шылымнан көкірек ауру болып, 20 жасында өліпті. Қаусаған ауру шал ешбір қолғанатсыз қалыпты. Мемлекетті басқарып, сарайды қорғайтын ешкім болмапты. Жаяу келіп, шалды өлтіріп, сарайды қиратып тастапты. Сонымен енді бақша да, шие де, құстар да, қоңыраулар да қалмаған. Эмоциялы әсерге толы осы әңгіменің оған күшті әсер еткендігі сонша бала қараңғы терезеге ойланып, сәл қарап отырып, селк етті де мұңайған дауыспен: "Мен енді шылым тартпаймын", деді. Жақсы. Балалар, мәтін не туралы екен? Шылым туралы, иә? Шылымның пайдасы туралы ма екен? Зияны туралы, иә? Мәтіндегі шылымның адамға қаншалықты зиян келтіретіні туралы жазылған екен, иә? Енді балалар мына бір бетіне жазылған, назар аударамыз. Темекі шегу адам денсаулығына зиян тиеуі қауіп-қатердің бірі. Әрбір 6 секунд сайын ғаламшарда бір адам темекі шегумен байланысты аурудан қайтыс болады. Темекі түтінінің құрамында 400-ге жуық түрлі улы заттар бар. Олардан бүкіл ағза зардап шегеді, бірақ бірінші кезекте темекі шегуден өкпе зардап шегеді. Темекі шегу өкпенің қатерлі ісігінің даму қаупін 4 есеге арттырады. Өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс болған адамдардың 90%-ы ұзақ уақыт темекі шегіп, астағысы келмегендер. Темекі шегушілер арасында миокард инфарктінен болатын өлім жітім темекі шекпейтіндерге қарағанда 5 есе жоғары. Ал инсульт 3-4 есе жиі байқалады. Темекі шекпейтіндермен салыстырғанда темекі шегушілерде асқазан қалтамағының пайда болу қаупі 20%-ға жоғары. Қауіп-қатерлерді болдырмаудың жалғыз жолы ол темекі шегуден үзілді кезінде және толық бас тарту.
Ya, сіздер көрген бейнебаянда темекінің қандай қасиеті айтылған? Неге зиян екен бізге? Айта қояйық біз. 400-ден аса зиян бар. Бар екен тағы да азамат. Ол өкпемізді құртып асқазанын толтырып, және де инсульт алуға көмектеседі. Инсульт алуына ұшыратады бізге. Жақсы. Енді балалар, бағадан бері біздің мәтінде тыңдаған, оқылымнан оқығанымыз және де бейнебаяннан көрген өкпеге темекінің зияны өте көп екен. Енді қараңызшы, осы өкпеге мінекей қалай әсер ететіні туралы бейне жақсы. Мына көрдіңдер ма? Өкпеге жаңағы мақта, ол біздің өкпеміз. Темекінің темекіні қолданған сайын өкпемізге қаншалықты зиян келеді. Ол аздап білдірмей біздің денсаулығымызға едәуір зиянын тигізеді екен. Жақсы ма, балалар, енді сіздердің орындайтын бірінші тапсырмаларыңыз ол топтық жұмыс. Мен мына жердегі бірінші топқа балалар ақыл деген ат қойдым, иә? Екінші топ сіздердің атауларыңыз мейірім тобы, үшінші топ сіздердің атауларыңыз парасат тобы, иә? Ең бірінші тапсырманы біз топпен жасаймыз, яғни мағынаны тану. Енді қараңдар, сіздерге тапсырма қалай берілді? Тыңдалым, яғни сіздердің бағанағы көрген бейнебаяндарыңыз. Және оқылым, ол Айсананың оқыған мәтіні, иә? Осы мәтіндерден қандай ой түйдіңіз? Және оқылым мен тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты, яғни мәтіндегі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңыз. Яғни топпен сіздер оқыған тыңдалым ақпараттарды пайдалана отырып, өздеріңіз келесі бір адамдарға, келесі сыныптағы басқа қатарлас сыныпта достарыңа ақпарат беру үшін мәтін құрастыру керексіздер, иә? Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 5 минут уақыт беріледі, иә? Қанекей, жазылып мәтін құрастыруға 5 минут уақыт беріледі. Топтасып, орындарыңызға көріп жақында келсеңіздер болады. Жақында келсеңіз, иә?
Иә. Жақсы, ендеше отырамыз. Балдар, бізде бағалау топ арасында жүреді. Яғни ақыл тобын, мейірім тобы сіздер бағалайсыздар. Мейірім тобын парасат тобы бағалайды, парасат тобын ақыл тобы бағалайтын болады. Жақсы, мәтінді оқимыз. Бір жігіт күніге темекі шегетін. Содан әкесі оған қанша ескерту жасаса да ұлы тыңдамайды. Темекі шегуін жалғастырады. Одан кейін ұлы төсек тартып жатып қалады. Әкесі оған бір ақыл айтады. Кезінде адамдар темекі шегуден инсульт алған дейді. Әкесі айтқанын ұғып, әкесі айтқанын ұғып, енді темекі шегуін шектейді. Шекпеймін деп ойлайды. Жақсы, ал мейірім тобын, ақыл тобын бағалаймыз. Олар мәтін мазмұнын жазған, сол себепті біз оған жақсы деп бағалаймыз. Мәтін мазмұны тек қана кітаптағы мәліметпен ғана шектеліп қалды. Жақсы деген баға береміз. Жақсы, ал мейірім тобы сіздер оқимыз мәтінді. Темекі өте зиянды зат. Темекінің ішінде 400-ден астам химикаттар бар. Сол себепті темекі шегу зиян. Темекіден ең бірінші өкпені қарайып шірейді. Темекіні шеккен адам оны тастай алмайды. Темекіні шеге берсене тыныс алуы қиындайды. Жақсы адамдар да темекі шегуі мүмкін. Сол себепті темекі шегу өте зиян. Жақсы, ал парасат тобы, мейірім тобы бағалаңыздар. Алдияр, бағалаймыз. Бұл топта бүкіл ақпарат жазылған жерде ол өте керемет. Жақсы, қандай баға қоясыздар? Өте жақсы, керемет деген өте жақсы деген. Жақсы, ал парасат тобы сіздер мәтіндеріңізді оқып қойыңыздар. Ақыл тобы тыңдаймыз. Темекінің ішінде 400-ден астам зиянды заттар бар. Адам 500-ден астам темекі шексе, оның өкпесіне темекінің құрамындағы зиянды заттар өкпесінен қатерлі ауру алып келеді. Темекі бұл адам өкпесіндегі қатерлі ісікті 80%-ға қауіптендіреді. Темекінің қауіпті ауруларынан арылу үшін адам одан бас тарту қажет. Жақсы, ал ақыл тобы бағалаңыздар, мейірім тобын. Мейірім тобы мен парасат тобы екеуі де барлық материалдарды қолданбаңдар, екеуі де бір-біріне ұқсап қалады. Мәтіндер ұқсап қалған. Жақсы, ал енді парасат тобына қандай баға бересіз? Өте жақсы, иә. Жақсы балалар, мінекей, бізде осы наурыз айы тәуелсіздік және отаншылдық айы. Біз тәуелсіз Қазақстанымызды өркендетіп өсіру үшін біз қандай адам болуымыз керек? Өте жақсы. Өте жақсы. Бойымызда қандай қасиеттер болу керек? Тек қана жақсы қасиеттер болу керек. Ендеше балалар, біз сіздермен жұптық тапсырма орындаймыз. Жұптық тапсырмаға мен сіздермен кесте жасап бердім. Кәусарменен Сая жұптасады. Нұршат деген Азамат. Мына жерде үшеу оқып тұрған екен, Асланбек, Марал, үшеуі жұптасады. Анелменен Айсана, Санжарменен Айқаракөз. Мына жерде сіздер үшеу үштік боласыз. Табиғат Зерхар, Диас, Алдияр. Мына жерде былай Ясай менен Мирас екеуіңіз бір жұп боласыздар. Аксия менен Медина бір жұп болады. Сіздер Айару, Аружан және де Аян үшеуіңіз бірге жұп. Енді балалар, бұл жерде сіздерге берілген тапсырма адамның бойындағы жақсы және жаман әдеттерді екі бағанға жазып шығуларымыз керек. Және де балалар, жаман жақсы қасиеттер кем дегенде 5 қасиеттен 5 әдеттен жазамыз. Жақсы ма? Яғни сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Аха, осы берген кестеге жазамыз. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Жұмысымызды аяқтаймыз. Барлығымыз жазып болса, кәні бастаймыз. Ал, шақтар менен Сая. Жақсы қасиеттерді атаймыз. Даусым үшін. Жақсы. Жаман әдеттер Сая.
ағаштарды сындыру, өтірік айту, табиғатты ластау, жаралған құпияны жүргізу, үлкен бастау. Жақсы, сіздер жаман және жақсы қасиеттерді жақсы ажырата білгенсіздер. Ал Нұршат Азамат? Жақсы қасиет, ұлықты тастамау, ата-ананы сыйлау, үлкен жолдың үстін тастамай жастауды ұмытпау. Жақсы, ал жаман әдеттер Азамат? Үлкенге жол бермеу, азық жасау, үлкенге жол бермеу, жалғастау. Жақсы, өте жақсы. Осы жаман әдеттерден арылып, жақсы қасиеттер бойларыңызға сіңіре беріңіздер. Жақсы қасиет, ата-ананы сыйлау, үлкен кісіге сөз қатырмау, үлкенге жол бермеу. Жақсы, жаман әдеттер. Тастамау, Аллахты тастамау, ата-ананы сыйламау, және ағаштарды сындырмау. Жақсы, өте. Сіздер де өте жақсы ажыратқансыздар жаман жақсы қасиеттерді. Ал Аружан сіздер? Әдеттер. Жақсы. Аяру жаман әдеттер? адамдарды ұрлық жасау, ұрылық, ұрсу, жасқандыру және сыйламау. Жақсы. Аян, біз бойымызда қандай қасиеттерді сақтауымыз керек? Қасиеттерді сақтауымыз керек. Өте жақсы отырғансыздар. Ал Медина әдеттер? Жақсы қасиеттер: адалдық, қамқорлық, көмектесу, жауапкершілік, және достық. Өте жақсы. Арсен ал жаман әдеттер? Уәде етпеу, ата-ананы сыйламау, бұзық жасау, жамандық, өтірік айту. Жақсы. Осы жаман әдеттерден біз не істеуіміз керек? Арылуымыз керек, иә? Жақсы. Ал Мирас? Таза болу үшін адамдарға көмектесу, ағаштарды жүргізу керек, ата-ананы сыйлау, үлкенге жол беру. Жақсы. Ал жаман әдеттер? Жаман әдеттер: күресу, Жақсы. Осындай қасиеттерден біз арылуымыз керек. Өте жақсы жазамыз. Ал Анария? сыйластық, тазалық, Өте жақсы. жаман қасиеттер: ұрлық, біреуге қиянат жасау, буллинг көрсету, өтірік айту, шылық шегу, мұғалімдерді тыңдамау. Жақсы. Өте жаман қасиеттер. Жақсы ата-анаға көмектесу, ата-әжеге Жақсы. Көмек беру жағынан жақсы әдеттер, қасиеттер жазған екен. Жақсы. Қазір ал иә? Болып болсын, ха? Жақсы. Мінекей бала жануарларға қиянат жасауды ол жаман қасиет болып саналады. Жақсы. Ал жаман әдеттер? Жақсы. Яғни бала біреуді кемсітсе, ол біздің жаман әдетіміз екен. Жақсы. Барлықтарыңыз адамның жақсы және жаман қасиеттерін жазып шықсыздар. Өте жақсы орындағансыздар. Жақсы қасиеттерді бойларыңызға сіңіріп, жаман қасиеттерден арыласыздар деп сенемін. Енді балалар, бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз сан есімнің емлесі. Біздер сөз таптарынан сіздер білесіздер, иә? Адамның сыртқы келбеті бөлімінде сан есімдер өтіп жатырмыз. Сан есімнің құрамына қарай және мағыналық түрлерімен толық танысып болдық. Бүгін сан есімнің емлесі. Яғни бұған дейін біз сіздермен сан есімдердің мағыналық түрлерін өткен кезде мен сіздерге жазылу емлесі туралы да айтып кеткен болатынмын, иә? Ең бірінші қараймыз. Күрделі сан есім. Күрделі сан есімдер жатаршы. Қандай күрделі сан есім білесіз? Азамат? 1434. Мінекей осы кезде күрделі сан есім 1434 деген әрқайсысы бөлек жазылады екен. Келесі, цифрмен таңбаланатын дара және түрлері сан есімдерде жалғанатын жалғаулар дефис арқылы жазылады. Мысалы, 5-ке бөлді, 6-ға қосты, иә? Яғни цифрмен жазғаннан кейін оның арасына не қояды екенбіз? Дефис қояды екенбіз. Реттік сан есімдер араб цифрмен берілсе, ыншы, інжі, нышы жұрнағының орнына біз не қоямыз? Дефис қойыла ма? Қойыла ма сызықша? Араб цифры деген бала, сіздер тарих пәнінен өте жиі кездестіресіз, иә? 21 ғасыр. Арасына қарайшы. Бар ма дефис? Жоқ. Бірақ біз оны не істейміз? Оқыған кезде жалғап айтамыз, иә? Ыншы, шынағын жалғап айтады дейміз. Енді 2, 6, 7 сандарындағы жинақтық сан есім, иә? Бізде қанша жинақтық сан есім бар?
жетеу. Бұларға ау, еу жұрнағы не істейміз? Жалғаймыз. Сол кезде оның соңындағы дыбыстары не істейді екен? Түсіп қалады екен. Мысалы, екеу. Екі тұспалықта еу жұрнағы жалғанды. Бұл жалғыз санесінде цифрмен жазылғанда оларға жалғанған қосымшалар дефис арқылы, яғни болжамданған, мыңдаған, жүзден, ондардан. Олардың арасында болжалды санесін жазылғаннан кейін міндетті түрде не қоямыз жалғауменен цифрдің арасына дефис қоямыз екенбіз. Қосарланып айтылған, яғни қосарланып айтқан, қосарланған санесінде бізде олар топтау санесінде, сол кезде оның араларына не қояды екенбіз? Дефис қоямыз. 10, дефис 10, дефис жаңа қосымшасы нанның да арасына не істейміз? Дефис қояды екенбіз. Санесінің емлесіздерге түсінікті болма? Жақсы. Олай болса кітаптағы 4-ші тапсырмаға қараймыз. 4-ші тапсырманың берілуі Медина оқыш. Санесіндегі қатысты туыстарының бойындағы жаман қасиеттерді сипаттап, жақсы қасиеттерді сипаттап, мәтін жазыңдар. Санесінің емлесіне талдау жасаңдар. Жақсы. Ал балалар, енді сіздерге 1 минут уақыт беремін. Жылдан 2-3 сөйлемнен әркім сыныптағы өзінің досының бойындағы жақсы қасиеттерді сан есімді қатыстыра отырып жазып шығамыз. Сан есімдерді жазып жатқанда мәтінде оның емлесіне назар аударамыз, Жақсы, сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Қазір жылдамдап жазамыз. Берген уақыт аяқталды. Ойымыз аяқталды. Жақсы. Балалар, енді бұл жерде біз бір-бірімізді бағалаймыз, Яғни, бір-бірлерге дәптерлеріңізге қойыңыздар, кәні бағалап шығамыз. Кәні дәптерімізді беріп шығамыз. Балалар, тексерген кезде сан есімнің емлесіне назар аударыңыздар, Bir-birimizin dәптерін тексереміз. Bir-birimizге беріп па? Сен кімге керек ғой? Айқара кімге керек ғой? Санжар кімге керек ба? Мұнда анекден ауыстыра ғой, Жақсы, тексеріп болдық па? Емле қателерін шығардық па? Кәнекей, бір оқушыға оқытайды, оқи ғой. Сен Америка оқи ғой? Менің досым Нұршат. Оның бойындағы қасиеттер жауапкершілікті сыйлайды және атайды. Жақсы, қандай қате бар ішінде? Тапсырманы берілгенде қандай қате бар? Сан есімдер қолданылмаған. Жақсы балалар. Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Дәптерлерімізді әркімізге береміз. Қазір міндетті түрде бір-біріне балалар, активатор әдісіменен бері қараймыз. Бүгінгі тақырып бойынша қандай ой түйдің? Өз-өзіңізге рефлексия жасаймыз. Қандай ой түйдің? Мен бүгін тақырыпта темекі шекпеу екенін түсіндім. Ол ішінде түркілі жан екенін білдім. Содан кейін санесінің емлесін білдім. Яғни жазылған кезде күрделі болып жазылған. Қалай дұрыс жазу керек екенін білдім. Жақсы. Бүгінгі сабақ бойынша темекі тартпау керек екенін білдім. Темекінің ішінде әртүрлі 400-ден астам улы зиянды заттар бар екенін білдім. Және де санесінің емлесін білдім. Бүгінгі тақырып бойынша мен темекінің зияндары туралы түсіндім. Және санесінің емлесі қалай дұрыс жазу керек екенін білдім.
Балалар, мінекей бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздер бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп санаймын. Бүгінгі сабақта бізде өте белсенді болған оқушылар бар, иә. Барлықтарың балалар өте жақсы қатыстыңдар. Соның ішінде мысалы қарасақ тобындағы бізге Алдияр, Айсана, мінекей соңғы сабақты қорытындылауда Анеля, иә, Айқаракөз өте ойын жақсы айтты, Санжар жақсы сабақты түсінгенін көрдік, иә. Жұптық жұмыста Диаспенен Ерхан екеуі өте белсенді болды. Мейірім тобындағы Диас, мына жерде Медина, Аяры өте белсенді болды. Және жұптық жұмыс жасағанда кімнің Арсеннің және Ерсайын, Аружан, Аян барлығы жұмысқа адамның жаман және жақсы қасиеттерін өте жақсы жазып шықты. Ақыл тобында да бұл жерде бізде өте белсенді Сая менен Азамат болды, иә. Сонымен қатар Аслан Биде, бізде Даяна, Маралда адамның бойындағы жаман және жақсы қасиеттерді жақсы ажыратты. Каусар менен Нұршат та сабаққа өте жақсы қатысты. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.